Салматсыңдар ма балалар? Бүгінгі біздің сабағымыз жай бөлшектерді бөлу болып табылады. Біз өткен сабақта жай бөлшектерді бөлуді өткен едік сабағымызда. Біз жай бөлшектерді бөлу үшін кішкене зерттеу сәтін шығарып, сөзін бақты шешіп алайық. Алымы бөліміне тең, немесе одан да үлкен бөлшекті не деп атаймыз? Қандай бөлшек деп айтамыз? Тұрып қайтамыз кән? Қандай бөлшек деп айтамыз? Алымы бөліміне тең, одан да бұрыс бөлшек деп айтылады. Одан кейін, екі жердегі екі судан барса қанша? 4 деген, Бүтін және бөлшек бөліктіретін тұратын санды қандай сандар деп айтамыз? Аралас сан деп айтамыз деген, жарайсыңдар. Құрамында мәнін табу қажет болатын әріпті өрнекті қандай өрнек деп айтамыз? Теңдеу деп айтамыз. Теңдеу деп айтамыз деген, дұрыс. Яғни бізде бүгін бөлу санын жай бөлшектерді бөлуді өтеді екенбіз. Енді осы жай бөлшектерді бөлуді өткен кезде анықтамасын кім еске түсіре алады бізде? Кәнекей. Кім айта алады? Жай бөлшектерді бөлуде қалай бөлеміз? Жай бөлшектерді бөлуде бірінші сан өзі жазылады. Ал екінші сан алмасып жазылады. Қысқартылатын қысқартып, алымы мен алымын көбейтіп, бөлімі мен бөлімін көбейтіп жазылады екенбіз. Жарайсың. Міне, жай бөлшектер бөлу үшін бөлінгіш бөлшектің кері санына көбейту керек деген. Міне, бірінші бөлшек сол күйі жазылды бізде, бірінші бөлшек, екінші бөлшекті біз кері бөлшекке айналдырдық та, яғни алым мен алымды, бөлім мен бөлімді көбейтіп жазылды. Енді келесі мысалы кім айта алады мына жерде? 5-тен 3-ті 10-нан 3-ке бөлген кезде қай бөлшек бірінші бөлшек, екінші бөлшек қалай көбейтілді, қалай бөлінді? Кім айта алады? Құндыз? Бұл жерде бірінші бөлшек өзі жазылды. Екінші бөлшекті 10-ға ауысып жазылды. 10 мен 5 қысқартылып, 10-ға 2-ні бердік. 3-те 3 өзі қысқартылып кетеді. Солайша бізде 2 сан шығады. 2 деген сан шықты, дұрыс, жарайсың. Екінші бөлшек, кім айтады маған? Екінші бөлшек қады? 7-тен 4-ті 3-тен 2-ге бөлдік. Не істейміз? Бірінші бөлшек сол күйі жазылады. Екінші бөлшегі алмасып кетіп, сол екеуін қысқартып. Кері бөлшекке айналды. Неменені қысқарттық? 4 пен 2-ні. 4 пен 2-ні қысқарттық. Және ол 2 болды, 2 мен 3-ті көбейттік. 7-тен 6 шықты. 7-тен 6 шықты. Үшінші мысалды. Назым. Бізде бірінші санды сол күйі жазып алған, келесі санды кері бөлшекке айналдырып, 4 пен 2-ні 15 пен 5-ті қысқартқан. 4 пен 2-ні қысқартқанда 2 шыққан, 15 пен 5-ті қысқартқанда 3 шыққан. Осылайша мәнінде 3-тен 2 шыққан. Міне нәтижесінде бізде 3-тен 2 шықты екен, жарайсыңдар. Енді кез келген санды бізге 0-ге бөлуге болмайды екен. Аралас санға бөлу үшін не істейміз? Кім айталады ережені маған? Ақилат? Аралас санға бөлу үшін біз оны бұрыс бөлшекке келтіріп алып, бірінші бөлшек өз орнына қалады, екінші бөлшек кері алмасып, оны бір-біріне бөлімін, алымын көбейтіп жаза саламыз. Ерді айтып кетші маған? 4,5-тен 2, 1,9-дан 7-ге қалай аралас? Шығады. Бізде мына жерде 4,5-тен 2 бұрыс бөлшекке келтірілді, және де 1,9-дан 7 бұрыс бөлшекке келтірілді. Біз біріншісі өз орнына жазылды, екіншісінің өз орнына жазылды, ал екіншісінде орны ауысты. Одан 11-ге 9-ды көбейтті, 5-ге 8-ді көбейтті. Мәнінде 40-тан 99 шықты. Сосын оны бұрыс бөлшекке
aralashsanga keltirgende 2,40 chiqdi. Jaraysin. Mana aralashsanga bölündü. Biz öğrendik. Endi natural sanni bölçekке bölüşün, bölçekni natural sanga bölüşün ne isteymiz? Natural sanni qalay bölemiz biz bölçekке? Nemesem, bölçekni natural sanga qalay bölemiz? Kim ayta oladi mana? Qunduz? Natural sandan aslında böp deb елестетеміз. Ол böp deb жазамыз. Және де бірінші бөлшекті сол қалпында жазып, екінші бөлшекті оның ауыстырамыз. Бөлінетінін бөліп, алым мен алымын көбейтіп, бөліммен бөлімін көбейтіп жазамыз. Жарайсыңдар. Өте жақсы. Енді оқулықпен жұмыс жасаймыз. 524-ші есепті ашамыз. Кітаптан бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы есептерді шығарамыз. 524-ші есепті ашамыз. Бөлімдінің мәнін қабындар күнді жазып, жай бөлшектер және аралас сандарды бөлуді қойып, қабынды қоямыз. Барып, жай бөлшектерді бөлуді орындаймыз. Кім шығады маған тақтаға? Әр топтан бір-бір оқушыларын шығарады. 524-тің 1 мен 2-сіне кім шығады? Назым бар, келе ғой Назым. Бірінші топтан, екінші топтан кім шығады? Келе ғой. Атымыз қалың. Үшінші топтан бөлуді орындауда. Үшінші топтан кім шығады? Сәусар шығарма? Келе ғой. Бар. Орда. 5 пен 6 шығады. Мынау тақтан ортада қалады. Dördüncünü çağıralım. Есепті дұрыс шығарған үшін біз 3 балдан бағалап отырамыз. Ертең барлық сосын қорытынды бағасын шығарамыз. Міне 25-тен 6-ны 5-тен 3-ге бөлгенде, 25 6 3-пен қысқарды 2 болса мына жақта 3 болады. 2 болады. 5-тен 2 болады. Одан кейін 15-тен 8, 2, 7, 14, 25-тен 14 дұрыс. 15-тен 14, 5, 3, 5, 11, 5-тен 10-нан 11 шықты. Мұнда 39 бен 43. Әділеттігі 3-тен, 43 бен 43 қысартып, 3. Дұрыс өте жақсы. Бірінші орын алмаста 27 бен 9 қысқарды, 3-те 38 бен 16 қысқарды. 36 бен 2 мынаған 2-ден 3-ті мөлшері. Мәні жүрді төрмектен бірі. Алтыншысында 22-ден 26-сы бөлеміз 18-ден 7-ге. Егер 18-ден 7-ні алмастын жазамыз, 22-ден 21 сол
o'rtada qoladi. Endi 21-yilni qisqartiramiz, 3ga 3 bo'ladi. 22-8da 2ga qisqartiramiz. Mana 9dan, mana 11dan. Endi 11dan 22 desa 27. 10 butun bo'lishga keltirib desa 2 butun 11 deysiz. Dұрыс жарайсың. Келесі 524 бізде 6 есебі шықты. Енді біз 525-ті 6 есебін шығарамыз. Бұл жерде енді аралассанға бөлу керекпіз. Жаңа бұл жерде біз жай бөлшекті бөлдік. Енді аралассанға бөлеміз. 525 жазып алдық па, тақтардағы жазып аламыз ба? Жаздық па? Жазып алсақ 525-ке бірінші топтан кім шығады? Айшуақ шығады. Екінші топтан Қадыр. Үшінші топтан Абидат шығады ма? Келауай Абидат. Ал тақтадағы жазып отырамыз. Өшіреміз. 525-ші есепті шығарамыз. Аралассанға бөлеміз бағанағы ереже бойынша. 525-ші есеп, ана есептің нөмір. Абидат өшіре салған. Аралассанды бірінші біз не қыламыз? Бұрыс бөлшекке айналдырып аламыз, Бестен 19, ondan екінші бөлшекті кері бөлшекке айналдырмаймыз ба? Қысқартпай тұрып бірінші кері бөлшекке айналдырып ал. Gelecekme, burada olsaydı, kıskanlar ne var? İyi değil. Sonra bize işte yetişkin. İyi yetiştiririz. Ne olur?
59 ben 118 2'den болады. Yani 1'den болады. Ол қалған кезде сыламыз. On 8'den ne oldu? 59 olmaktan 18'den 19. Немесе bunu aralас санға айналдырып жүреміз. 18'den 19'da. Ne bu? Bunun 3'ten 2, 3'ten 8, 1,9'dan 7, 9'dan 16. Kaldırırız. Енді sarıcı satmayız. Kalan kazanız. Peki 4. şart oldu. 2'den 3. Немесе 1,2'den 1 olur. Hadi 4. çıkarımız. Nasıl ölçeklerden alalım bizde? Biz 38 yaparız. Енді 38'de 27 балалар неге қысқарады? 38 бен 27 бір санға қысқарады ғой. Қазір қандай санға қысқарады? 38 бен 27 ойларымыз. Неге қысқарады? 38 бен 27. 38 бен 27 19'ға қысқарады. 38'ді 19'ға бөлеміз 2'ден, 27'ді 19'ға бөлсек 3'те болады. Ол қалған сосын жазасынан алдында бөлімнен көбейтіп жазамыз. Cırmağızı, 16, жақсы мақұл. Енді келесі тапсырма. Мына барлықтарына бір тапсырма беремін. Жауаптарын тап деген. Сосын мен мына жауабын шығарамын. Жауабын бір-бірлерін өздерін тексересіздер. Апай біресі бөлмесақ бола ма? Жоқ, әрқайсыңа бөлек-бөлек тапсырма беремін. Сосын көршілерін тексереді. Bir-birinizde bağalayınız. Әрқайсыңыз. Мен тақтада сосын жауабын көрсетемін. Дұрыс көрсетпесеген атын bir-birinizde bağalayınız. Мынаны жауап алайсыз. Жалғасын табасасын цветпен көрсетіп қоя салыңдар. Жарай ма? Бағыттар. Мысалы 3'ten 1'мен 5'ten 1'мен 3'ten 2'ni bölse cevabı sıralığından koy. Ondan 3 bolar mı? Ondan 3 bolsa tuşuna. Nemese 2 bolar mı? 2 bolar mı? Sıralığını көрсетіп koysanızlar. Çıkar. Ha? Ya, mastırıp жазамыз. 5'te cevabını çıkaramız. Әрқайсымыз өзімізге жеке жұмыс болып табылады. 5'ten 1'мен 3'ten 2'ni bir-birine bölеміз. 5'ten 1'ni сол күйі жазамыз, 3'ten 2'ni кері бөлшекке айналдырамыз. Çıkarmayın ekan. Son qancha chiqdi? 10'dan chiqdimi, qancha chiqdi? So'ng o'rni tushmas stirelga qo'ya solasizlar, bo'ldi. Misol ham mana yerdan bo'ldim, mana shu to'p bitta stirelga bunday qo'yasizlar. Bo'ldi. Ketaverasizlar. Jaraymi? Har qaysini tushunab stirelga qo'yinglar. Durust javob, so'ng tekshiramiz taqtamen. Tez-tez har qaysini o'zimiz chiqaramiz. 5'ten 2'ni 5'ten 2'ye bölgen gezdi. 5'ten 2 sol uyacaklar. Keri bölçek aynalıp gidelim. Duruz. Ya özümüz çıkararız. Duruz. Hadi. Ya cevabından cevabı salın ama deyip koyasın. Odan ki bayıcan bölüm gezir, ne olmaz? Sırakın olsun.
9'da koya salındı. Sosun var dört sosyalist derlerinde gitseniz var. Şimdi oldu. Sonra ben de şart sığırdım koyarısın ne olur? Ben bir söylediğim sığırdım cevabı koyarısın ne olur? Neyse çıkaramız. Al. Oldu mu? Aslında aşağı oldu mu? Yazdım. Ha? Çok kısa bir mi? Var mı böyle? Var mı? Oldu. Oldu. Bu oldu değil mi? Tarzım oldu. Aşağı oldu. Nazım oldu. Dışarıdan cevap çok oldu. Hayır, sen dışarıdan cevabı yok oldu. 4'ten 3 bölünce 9. Aslında 9'dan aslında koydum. Ya. İlk 9 benim burada. Diğer böcek ayağım gitti. Aynalık gitti. Sonra 4'ten 9, 36 oldu. 36'dan 3 oldu. Niye kıskanmayı mı 36'dan 3? Yok kıskanar oldu. 17'den 1 oldu. Cevap var mı? 17'den 1 var mı? Cevap yok. Bu mümkün емес. Болады bәрінің cevabı. Çıkararız. Resmini tutarsınlar mı? Qancha vaqt tutarsınlar? Hazır bir yenge var. Sen de bir buçuk ay olmasın. 9'dan 1 olsun. 1, 2, 36 men 3 olur. 36 men 3'e çıkaralım. Bu nereden 1 olur? Dörtten 3, 9'dan 1. 36'dan 3'e çıkaralım. 17'de 1 olur. Verdi mi? Güvenilir şimdi. Niye buna yapıyordu savunma olmuş? Bunlardan 3 gün bir buçuk ay yaptı değil mi? Çünkü 9'dan bir oldu. 3 gün. Bir buçuk ay yaptı değil mi? Böyle sayı oldu. Oldu. Ucum hayır var. Eğer ondan cihete cihetten bir. Tam cihetten bir buçuk ay yaptı. Sonunda işe çıkardı. Bundan da çıkardı. Oldu bak lan. Bak biz birazdan bolduk deyimizde ko'rishimizga topshirmani beramiz. Turishda familiyalarni jazasanlar, tushundirib jazasanlar. Qancha durust bo'lganini tekshiramiz. Bir-birimizni tekshiramiz sizni. Bir javob qilsa qolaydi. Ati jo'nimizni yozamiz. Сөйтіп ko'rishimizga beramiz. Biz qayda ko'ramiz? Yo'q, uni ko'rishga beramiz. Bir-birlarimizni beramiz. Men ana yoqda javobni chiqaraman, so'ng bir-birimizni javobimizni tekshiramiz. Alıylar, al. Korkma. Canım diyecek gibi. Yok, bir-birlerine veriverdi. Koşu bir-birlerine veriverdi. Önce bir-birlerine veriverdi. Al yani olsan, korkma. Koşularımızga veremiz. Tezsiz bir-birimizga bekar cevabını çıkaramiz. Korkma tezsiz. Bol. Qancha durust bo'lgan tildan ma'lum. Anladım. Akıncısı da olmaz sence. Al yerine verdik bak koşularımızga cevabını koyarız yerine. Birincisinde 5'ten 1'den 3'ten 2 birgede 10'dan 3'e büyütüp arkadaşlar durus emesine bir bal koyup oturamız. Yedinci 5'ten 7'den 5'ten 2'ye olganda 1 çıktı. Üçüncü 4'ten 3'ü 9'a bölgede 12'den 1 çıktı. Dördüncü, 5'ten 1'de 10'dan 1'ge bölgende 2 çıktı. Beşinci, 10'dan 7'ye bölgenizde 10'dan 1 çıktı. 10'dan 7'ye bölgenizde 1 bölüngen 10, neyse 10'dan 1 çıktı. 7'den 1'ge bölgenizde 11 çıktı. 3'ten 1'de 3'ge bölgenizde 9'dan 1 çıktı. Endi balını sanaymiz. Qancha bal bo'lgan? Har qaysini bir baldan qo'yamiz. Bir balga bir baldan qo'yib chiqamiz. Apay biz 7 desek 7 bal
Ot mutlaka. Kadir. Sen kaça çıktı kımdıga? Bir bağlayız kan kaça çıktı? Jet bal çıktı mı? Ali sen kişi kımdıga. Ali kaça bal çıktı? Ha? 7'den 5'e ödür çıktı mı? Akşamdıkı. Ali sen kımdıgın tekseydin. Sen kımdıgın tekseydin. Ha Ali Han 7'den 5 çıktı mı? Kadir'de 7'den 7 çıktı. Adetli ciddi jet olma. Senin ha? Ciddi jet var. Ha? Biraz şahit. Akay kaç çıktı? Ciddi 5 bal çıktı Akay'ın jaxı. Önce senin de. Maşan kaç çıktı? Ciddi 7 bal çıktı mı? Senin de? Önce kaç çıktı? Ciddi 3 bal. O da bir yarışında. 7'den 7 bal yarayısın. 7'den 5 bal. Aşbaq Nazım. Nazım Aşbaq'da 7'den 7 bal çıktı. Bizde bir okuşun 7'den 5, 7'den 3. Sen ağzını kim tekserdi? Sen ağzını neyse vermedin mi tartışmak? Demedim, kaçırma nefsiz tartışmayın. Somen бүгінгі biz жай бөлшекті, яғни бөлуді бір-бірімізбен меңгерген. Енді бізде кім жылдам ойыны бар екен. Кім жылдам? Өйткені біз санын бөлігін өткенбіз. Қораптағы шай 4-тен 1 килограмм. Неше қорап шай 1 килограмм болады? Кім жылдам? Ал ойланамыз. 7-тен 7 болады. Қораптағы шай 4-тен 1 килограмм. Неше қорап шай 1 килограмм болады? 4-тен 1 грамм. Енді не істейміз? Не істейміз? Қораптағы шай 4-тен 1 килограмм екен. Неше қорап алатын болсақ, бізде 1 килограмм шай шығады? 4-тен 1 бөлеміз. Қанша шай аламыз, қорап шай аламыз? Қанша қорап шай аламыз? Тағы да 1 килограмм шығу үшін. Bir қорап шай 4-тен 1 бөлігі екен. Tağda 3 korap alamız. Sonda 4 korap şayımız bizden ne болады екен? 1 korap 1 kilogram болады екен. 12 болады, 12'ni 4'ten 1'ge bölelim olsa, bizde 3 шығады. Tağda 3 korap şay alalım екенбіз. 4 болуға 4 korap şay bizde sonda ne болады? 1 kilogram şay болады. Poyez 1 сағатта 2 ара қашықтығының 3'ten 1 bölігін жүрді дейді. Poyez birinci қаладан екінші қалаға неше сағатта барады? Poyez 1 saatte 2 qala arasında 3'ten 1 bölігін жүрді. 3'ten 1 bölігін жүрсе, birinci қаладан екінші қалаға неше сағатта барады? Қанша? 3 сағатта барады, ya? Bir oram örük 4'ten 3 kilogram. Неше oram örük 6 kilogram болады? Apa енді 4-тен 3 сағатқа көбейтеміз бе? Неше oram örük 6 kilogram болады? 4'ten 3 bir oram örük 8 kilogram. Nеше oram örük 6 kilogram болады? 8 kilogram var. Mına 6'ны ne yapalım? 4'ten 3'ke böldük. Biz ne yapalım? 8 kilogram oldu. Енді бізде шығарылмаған 2 есеп қалып кетті. Сәл уақытымыз бар. Жаңағы есептің 5 пен 6 мен келісі 222-ның. 524-дің 7 мен 8-і 525-дің екеуі қалып кетті. 524-дің екеуі қалды. Бізде есепке шықпаған тұрмады. Есеп шығарып жіберейік, сонымен ары қарай қорытындылаймыз. 520 шығасың ба жетті. Gel. Hadi sen şu kutu nasıl sakladın? Üç beni sakladın. Bir şişirme yaptırdım. Bize yedi.
Asla aytib, şunaqachi. Birinchi bölçekte, jetteniydi. Birinchi bölçek jetteniyga 30 kunda жазылады. Ал екіншісінде 35-16, 16-дан 35-ға орны ауысады. Keri bölçekке. Кері бөлшекке айналады. Нәтижесінде 16 мен 2 қысқарады 8-ден, ал 35 пен 20 қысқарсақ 5-тен шығады. Сонда нәтижесінде 8-ден шығады. 8-ден 45-тен. Birinchi bölçekte 45'ten 44. İkinci bölçekte keri bölçekte olsaydı. 44-пен 11-ді қысқартамыз, нәтижесінде 4 болады. Ал 45-пен 18-ді қысқартамыз. Бізде 18-ді қысқартсақ, қысқармайды-ау деймін. Неге қысқармайды? Қысқарады, сол қысқарады, 18-ге. Ойда, 18-де 2. 9 нәтижесінде 45-ге 9 болсын, артында 2 болады. Мына жерде сонда 85. 85. Bu qanday san? Бұл Boks bölçekte endi aralashsanga aylantiramiz. Bir butun 5'ga 3. Aslayga so'rab qo'yamiz. Aslay endi joy bölçekte biz aralashsanga bo'lganda jamon yapdi. Aralashsanglar ne isteymiz birinchi bo'lish uchun? Birinchi bo'lish uchun burch bölçek aylantirib olamiz. Burch bölçek aylantirib uchun aralashsangmen bölümün ko'paytirib, alni qosamiz. Жарайсың. Сөйтіп boks bölçekte жазамыз, Жазамыз. Сосын Сосын bölümni көбейтеміз, алмен алынды көбейтеміз. Қысқартамыз. Қалың етіп, бөлім етіп жазамыз. Жарайсың. Бүгін мен оқушылар сабақтарды бағалаймын. Біз өзі 10 баллық жүйелеріміз. Біз ережеге 2 балл қоямыз дедік. Жаңағы біздің жалғасын тап есебіне 3 балл болады деді. Есеп шығарғанына 3 балл қойды. Қосымша сұрақ қойғанда 1 балл қойып, мен Асылайға 9 деген баллға қоямын. Кәусарға 9 деген балл қоямын. Арбидарға 9 деген балл қойып жатыр. Әділет 9 жақсы. Қадырдың бір есебі дұрыс болмай қалды. Кейіннен дұрысталып кетті. Қадырге бүгін 8 деген балл қоямыз. Тағы бізде тақтаға Айшуақ шықты, Назым шықты. Назымда екеуінің жалғасын тап дегенде дұрыстары дұрыс шықты. Есептері дұрыс шықты, жауаптарын тапты. Екеуіне де 9 деген балл қойып, жақсы бағаланды. Үйде тапсырмаларымыз енді. Құндыз қалды бағаланды. Құндызға жақсы жауабыңдар дұрыс болды, тақтаға шықты. 9 деген балмен өте жақсы деген бағаланды бағаланды. Үйге тапсырманы аламыз. 530 есептің 8-ін аласыңдар, 531-ді аласыңдар. Күнделіктерінде жазып аламыз, күнделіктерімізді әкелеміз. 500 үй тапсырмасын жазып аламыз. Күнделіктен әкеліңдер барлықтары.
және жай бөлшектерде біз бөлуді орындауды үйге аламыз. Ережесін жаттаймыз барлықтарыңыз. Бізде мынау үйге барлық тапсырма түсінікті болды ғой, тапсырмасы. Және жай бөлшектермен аралас санат бөлудің ережесін, көбейтудің ережесін үйге қайталап келеміз. Жақсы, сау болыңыз.